Илсия сіңілем деген. Илсия сіңілем, мүмкін болса, әшілі тауыңны жырларсың әлі, әмі шул тиклем йөрәккә үтіп кірә шушы жырың, ихтирам белән тамашашың деген. Менә шушы бірден бір нормальный жыр инде ул. Әші мені? Ашыдыр еме? Әші деп. Йомшағын әйтәм беш. Бізде бит енді мәсәлән менің ауылда язған болырлар. Ачы тауыңны манчы давай деп. Сізде менә шулай йомшақ иттереп әші. Менде бір башкорт жігіт эшли. Концерт алдынан сөйләшеп отырабыз да нәрсәдер сөйлейм. Атам ачы дип сөйлейм. Илсия апа нәрсә була ул атам ачы ди. Как инде мен әйтәм нәрсә була ул атам ачы? Кот! Самец! Атам ачы. Бісеймі дей? Бісей сиңа! Дишігінді мен айтам, ярты ауылның ана машысының башына жетіп, ғұрырланып, қанға батып, қайтып келе тұрған нормальный мужикка бісей деп айтып бола. Мачы енді. Ата мачы. Жарар. Махаббат дегеннен жамағат мен өзіме отчет беріп отырам да бір күнні. 350 жыр жырланылған еймі? Шуларның бірсі де махаббат турында түгіл. Өзім де шақ қаттым. Менің коллегаларда гіл махаббат турында жырлар менде жоқ. Бар olan әтіге, әтәш куа тауықларны шуқиым дейіп түгіл, тоже махаббат енді өзіне көре. Өлі, сыйырның көзінде наз, потому что ол буаз, андай жырлар көп менде. Бүтін құш-құрт таракан хайван бірсі де қалмады, жырлап шектім, Алланы рахметі. Кішілер махаббаты турындағына жырым юғы. Енді бұйыл аптырағаш заказ беріп яздырып алдым. Уфа, хайырлы гәгіне бұлағына көрсін еді енді.